мынандай осложнение болмау үшін. Көресіз, қандай осложнениеға әкеледі. Бір ғана өтініш. Бұл өтті аяғлаңыздар, себебі өт сіздерде бірақ тақ орган, жұп орган емес. Оның орнын ешкім алмастыра алмайды, ешқандай орган алмастыра алмайды. Бұл мен айтқан информациям сіздердің Google-дан таппайсыздар, интернеттен таппайсыздар. Даже поликлиника деңгейдегі сізден дәрігерлеріңіз айтпайды. Бұл мен айтқан информация интегративті медицина, болашақ медицинасы бойынша сіздер шетелден алып келген білімімді бөлісіп отырмын. Өт ауыратындардың негізгі шағымы оң жақ қабырғасының ауру сезімі, ауызға ащы дәм келу, галитоз, яғни ауызға жағымсыз иістің шығуы, салмақ қоса алмау, мүлдем асып кету, немесе мүлдем салмақты артып кету. Адам азалмайды. Қанша фитнесқа да, қанша диета жасаса да, салмақ қайта қосып ала береді. Артық салмақтың болуы. Сонымен қатар бетінде безеу, акне, жировиктердің пайда болуы, қоңырдақтың пайда болуы. Ең соңында терінің құрғауы. Көбінесе байқасаңыздар, жақындарыңызда, құрбыларыңызда, аузының айналасында шелушение, терінің құрғауы байқалынады. Өкшенің жарылуы, қанша бір супер-попер май жақса да, өкшесі жарылып прям кесіліп кетеді. Оның осы проблема барлығы өттің негізгі симптомдар, негізгі шағымдарына жатады. Мен доктор Шахабаева, жалпы тәжірибелі дәрігер, педиатр, халықаралық нутрициолог. Мыңға жуық осы өтпен проблемасы адамдарды емдедім. Қазіргі кезде тек қана Қазақстан елінде емес, өзімізде ғана емес, халықаралық деңгейде пациенттерді емдеудемін. Жалпы енді бізде өт дегеніміз не? Сіздер түсінбей жатқан шығарсыздар. Ол жалпы қайда орналасқан, қандай орган? Өт дегеніміз ол бізде оң жақ қабырғасында, бауырдың астында орналасқан, бұғана ортаңғы сызықпен, тура бұған ортасы бар ғой, сонымен төмен қарай түскен кезде, бізде 12-ші қабырғаның тура қиылысында орналасқан, бауырдың астында жатқан бауырдың досы десек те болады. Груша, алмұрт тәрізді тақ орган болып табылады. Жалпы өт ол өзі бізде 3 бөлімнен тұрады. Түбі болады, денесі болады и мойны болады. Сонымен қатар ол бізде өттің өт өзектері болады. Енді мен сіздерге қазір қарапайым сұрақ қояйын, өт қайда өндіріледі десем, сіздер автоматически өт қабында деп ойлайсыздар. Жоқ. Өт қышқылы бізде ол бауырда өндіріледі. Өт қабы осы өт қышқылды сақтайтын резервуар. Бір арнайы зат. Яғни негізгі функциясы осы өт қышқылды сақтау. Сондықтан да бізде бауыр мен өт екеуі дос орган болып табылады. Енді жалпы бізде өттің қандай функциялары бар? Өттің ең негізгі функциясы ол майды ыдырату, майды қорыту болып табылады. Сіздерге қарапайым тілде түсінікті болу үшін осы майды қорыту деген мәселен, барлықтардың үйлерінде ыдыс жуатын средства бар, я? Хоть и фейри болсын, хоть и био болсын, да? Мысалы, қандай да бір ыдыс жуатын средства. Оны біз не үшін қолданамыз? Осы майлы ыдыстардағы майды кетіру үшін. Өт қышқылдында функциясы сол. Яғни сырттан тамақпен түскен майларды ыдырату. Егер бізде осы өт қышқылы оны майды ыдыратпаса, ол қалай кірді, солай сыртқа қарай шығып кетеді унитазға. Содан адам салмақ жинай алмайды. Немесе ол бізде толықтай қорытылмаса, ол бізде май клеткаларында, яғни адипоцит деп аталады, соларда жинақталып қалады, соның салдарынан адамдарда артық салмақ болады, ожирениеға келеді. Түсінікті ме? Осылайша бізде өттің ең негізгі функциясының бірі майды қорыту болып табылады. Ал енді келесі функциясы ол бізде майда еритін витаминдерді сіңіру. Атап айтқанда элементарны. Сіз де, мен де D витаминді қабылдаймыз. Ал осы ішіп атқан D витамин сізге сіңіп жатыр ма? Бір сәт ойландыңыз ба? Сіз просто ішіп жатсыз. Біреу, мен досым ішті, мен подругам ішті дейсіз, іше бересіз. А бірақ қанша процент ол сіңіп жатыр сізге? Тоже пустая трата денег болып жатқан жар. Ішкеніз просто унитазға кетіп жатыр қазір. Сондықтан да сізде осы D витамин сіну үшін, ол майда еритін витамин, бізге май қажет, значит, майда еритін витамин болғаннан кейін, ол витамин сіну үшін тамақпен бірге май түсу керек. Ал, соответственно, май бізде қайда сінеді дедім? Өт қышқылына әсерінен ол бізде ыдырайды. Сондықтан да бізге майда еритін витамин А, Е, Д, К сіну үшін сіздің өтіңіз сау болу керек. Бұл екінші функциясы. Үшінші функциясы, ол бізде осы ішек бар ғой мына жерде. Ішектің қимыл қозғалысын жақсартады. Ол жақсарту не үшін қажет? Егер сізде ішектің қимыл қозғалысы болмаса, сізде запор болады. Қазір кезде 80% адамның барлығында запор бар. Сізде запор бар ма или жақындарың запор бар ма? Сразу айт, жүгіріңіз, бар да УЗИға өтіңіз түсір деңіз. Сізде өтте проблема деп айтыңыз.
міне осынша күрделі функциялар атқарады. Сонымен қатар токсиндерді вирусты айта берсек өте көп функция атқарады. Бір ғана тақ орган маңыздылығы сондай үлкен, даже әйел үшін де өте көп. Қазір бір видеоға сыймайды айта берсек те. Так, енді бізде сіздер уже проблемасын түсіндіңіздер, иә? Оның функциясын түсіндіңіздер. Енді менен қазір күтіп отырсыздар, иә? Қалай күтім жасаймыз енді, иә? Барлықтарыңызға керегі емі күтімі сіздерге. Енді күтімі. Жалпы күтім жасаған кезде дұрысынан питаниядан бастаймыз. Дұрыс тамақтануымыз керек. Сіз мысалға дәрі, ем схема қабылдап, мына жерден сіз егер диета ұстамасаңыз, ішкен дәрі, витамин бәрі тоже сіңбейді. Ең бірінші денсаулықтың фундаменті дұрыс тамақтану. Ал именно өтке не қажет? Қазір мен сізге айтсам, өттеріңіз ауырады, бауырларыңыз қандай питания, қалай тамақтану керек десем, сіздер сәз ойбай, рационнан майды алып тастау керек деп айтасыздар. Иә, сіздердің айтқандарыңыз дұрыс. Себебі бізде осы кезге дейін поликлиника деңгейінде больницада, мысалы, өтім бауырым ауырды десе, майлы тағам жеме болмайды деп айтты. Бұл классика медицинада. Қазіргі мысалға жаңа біздің болашақ медицинамыз, интегративный медицина бойынша рационға майды қосуымыз керек өте ауыратындарға. Иә, қазір шошып отқан шығарсыз. Не үшін біздің майды қосуымыз керек? Себебі өт қабы бар ғой, жаңағы өт қабына өт қышқылы сақталады дедім. Сол өт қабынан өт қышқылы шығу үшін арнайы бізде холецистеин деген гормон бар. Сол гормон қай кезде шығады? Организмге май түскен кезде ғана түседі. Сонда, значит, не диетамызға біз май қосуымыз керек. Сізде егер өте проблема болса, міндетті түрде таңғы асқа малдың майын, өсімдік майын қосуыңыз қажет болады. Плюс белок қосасыз и клетчатка қосасыз. Сонымен қатар өтпен проблемасы бар адамдар ыстық суды тастамау керек. Таңнан кешке дейін тек ыстық су ішу керек. Ыстық судың бір функциясы өте маңызды, ол өт қабындағы өтті сұйылтады. Сонымен қатар токсиндерді шығарады, өте көп. Мен сізге бір бұл техника болсын, қазірден бастап, осы видеоны көргеннен бастап, сіз бір апта үзбей ыстық суды таңнан кешкейін ішіңізші, сіз көресіз, запордан да айырыласыз, бетіңіз жылтырап, ажарыңыз кіріп, әдемілене түсесіз. Бұл нені білдіреді? Әдемі болыңыз. Яғни сізде өт жүріп жатыр, токсиндер шығып жатыр, и сіздің бетіңіз әдемі болып жатыр. Бұл элементарно қарапайым, еш шығынсыз, ақшасыз тегін дәрі, ыстық су сізге. Сонымен қатар магний препаратын лецитинді қабылдасаңыз болады. И міндетті түрде кәдімдей 10 мың, 5 мың шақтай жүруіңіз қажет. Себебі қимыл қозғалыс ол бізде ішек құрылысының өттің қимыл қозғалысын белсендіреді. Соның салдарынан өт қозғалады. Яғни сізде іркіліп тұрған өтіңіз қозғалады. Бұл бізде қарапайым ғана күтімдер. Енді сіздерге күтімді айттым. Сіздерде қазір кезде көп адамдарда негізгі проблемалардың бірі өт толу деп естемін. Маған келген пациенттердің 80%-інде өт толу бар. Өт толу бізде бір арнайы диагноз деп қарастырмаймыз. Ол бір өт толу бір симптомы деп қарастырамыз. Егер біз осы өт толу кезде көмек бермесек, ол кейін уже өттің ауруларына ұласып кетеді. Өт толу дегеніміз не? Яғни өт толу немесе өттің іркілуі застой желча деп атады немесе. Ол яғни өт қабында, бізде өт қабының алдыңғы артқы сфинктер есіктері бар. Сонымен қатар қабырғасы бар, бұлшықетті органы. Сол жерде өт қабындағы өт қышқылымыз қою болса, ол бізде қою болғаны, қоймалжың болғанын, как вязкий, кәдімгі балшық бар ғой, саз балшық. Сондай болса, қою болса, ол өт қабынан шыға алмай қалады. Немесе ол жерде бір қандай да бір блокадалар болса, блокада не болуы мүмкін? Ол полип болуы мүмкін, тас болуы мүмкін. Ол жаңағы өт қабына бір тіреліп қалады да, өт қышқылы шыға алмай қалады, қиналады, Мәселен, сіздердің барлық үйлерде, ауылда өзімізде чайник болды, чайниктің аузында бір тат басып қалса, одан су ақпайды, құйсаңыздар, Сол сияқты өт қабында да шыға берісінде есіктері бар. Егер сол жерінде бізде жаңа застой желча болып жиналып кетсе, қою болса, сізде өт қабынан өт қышқылы шыға алмай қалады. Оның салдарынан не болады? Адамда іркіліп қалған өт, ол не істейді? Ол жерде тұра-тұра ол сасиды. Мен сізге өт толған өтті болотаға елестетіңіз. Кәдімгі болота сасиды тұра-тұра, сол сияқты. Ол біз егер өтпен асқазан арасы есігіміз ашық тұрса, адам сөйлегенде ол сасыған токсин салдарынан адамда жағымсыз иіс шығып бастайды.
ауздан сасық иіс шығады. Ол токсиндер шықпағаннан кейін, өт толу салдарынан токсин шықпайды, ол қанға түседі. Соның салдарынан адамда денесінде, беттерінде прыщи, угрылар, акнелар шығып бастайды, қоңырдақтар шығып бастайды. Бұның барлығы токсиндер. Токсиндер, өйткені бізде өттің негізгі функциясы бір, осы токсиндерді шығару. Көрдіңіз бе? Өт толу, яғни бізде өт қабы, өт өзектері, құрылымы өзінің функциясын дұрыс атқара алмаса, соның салдарынан өт толу болады. Міндетті түрде өт толған кезде ыссы судан бастаңыздар. Ыссы су лецитинмен дос болыңыздар. Осы ыссы су мен лецитин кез келген адамға болады. Ешкімге қарама-қарсы көрсеткіші жоқ. Қазірден бастап қабылдасаңыздар болады. Енді сіздерде өт толу болады, өт толғаннан кейін застой, слач, түрлі өттің асқынған аурулар болады. Сонда полип болады, даже тас болады. Одан кейін қазір кезде көп адамдарда өтін алып тастап жатыр. Осы өтін алып тастағаннан кейін ойлайды адамдар, мен проблемадан құтылдым, болды, өт қабы жоқ қой деп. Айналайын, мен сіздерге бастапқыда айттым. Өт қышқылық қайдан өндіріледі дедім? Бауырдан өндіріледі дедім. Сіз өт қабын алып тастағанмен де бауырдан өт өндіріліп тұр. Енді ол қайда құяды? Ол бұрында өт қышқылын өт қабына құйды. Өт қабы оны жинады. Енді ол тікелей ішекке қарай құяды. Бұл бізде өт қабы бұл жерде тек қана резервуар қызмет атқарып тұрған жоқ. Бұл жерде жаңағы бауырдан өндірілген өт қышқылы, ол өте уытты, андай ащы болып кетеді, агрессивный болып келеді. Ол өт қабына түскеннен кейін, ол как шелочная средаға, сілтілі ортаға ауысады. Ол кезде бізге шекке өт қабынан кейін ол шекке түседі. Шекті тітіркендірмейді. Ал енді өтін алып тастаған адамдарда, өт қабын алып тастағаннан кейін ол не істейді? Бауырдан впрямую шекке құяды. Ана прям шыққан өт өте ащы болады, агрессивный болады, шекте тітіркендіреді. Ол адамдар прям бүктетіліп жатып қалады өтін алып тастағаннан кейін. Белін айналма тәрізді ауырсыну приступтар пайда болады. Сонымен қатар бізде өт қабын алып тастаған адамдарда постхолецистектемический синдром деген дамиды. Ол қалай? Ол бізде өт қабын алып тастағаннан ол шекке құйды, прямой өт қабы жоқ адамдарда. Одан кейін ұйқы без бізде екі есе жұмыс жасау керек болады. Ұйқы безде бізде ең маңызды фермент липаза деген бар. Яғни ол липаза ферментінің бір функциясы тоже майды қорыту. Бірақ өт сияқты қызмет атқармаса да, ол да бір қосымша қызмет атқарады. Енді өт қабы жоқ болған не істейді? Организм өзі, как компенсаторный механизмде өзі күреседі. Сосын келеді, ұйқы безге екі есе нагрузка түседі. Жаңа липазасын енді ол көмектесем дейді, липазасын шығарады. Өт жоқ, алата екі есе ұйқы без нагрузка береді, липазасын шығарам дейді, өндірем дейді. Соның салдарынан өт қабын алып тастаған адамдарда хронический панкреатит дамиды. Ең сонда диффузный изменение поджелудочной железы, ұйқы безінің құрылымдық өзгерісі байқалады. Ең сонда даже сахарный диабет пайда болады. Сахарный диабеттің ең сонда уже диабетический стопа, көзге әсер етеді, миға әсер етеді, уже осложнениесі бар. Сондықтан да сіздер ойламаңыздар, өт қабын алып тастадым, өттен уже құтылдым, проблема жоқ деп ойламаңыздар. Өт қабын алып тастамауға тырысыңыз, максимально өт қабын сақтаңыздар. Себебі Алла Тағала жаратқан кезде біздің ешқандай органымызды артық жаратпады. Көрдіңіз бе? Өт қабын өзінің қандай функциясы бар? Яғни ащы өтті сілтілендіреді, шекке агрессивный емес өтті құяды. Яғни шекті тітіркендірмейді. Одан кейін жаңағы майларды ыдыратады. Енді бұл функциялар жоқ болғаннан кейін организмге екі есе нагрузка. Енді тағы да бір сұрақ болуы мүмкін сіздерде, қазір ойлап, өт қабын алып тастадым, енді тас жиналмау мүмкін деп. Жоқ, қателесесіз. Енді өт қабын алып тастағанмен де сізде өт жолдары қалып қалды. Бізде өт қабы бар, груша тәрізі, и оның жолдары бар, протоктары бар. Енді егер сіз дәл қазір өт қабын алып тастаған дұрыс күтім жасамасаңыз, енді өттің жолдарында тас жинақтанады. Бұл ең опасны, ең қауіптісі осы. Өт қабы хоть үлкен ғой, мысалы, көлемі үлкен, 5 мм көлемі. Ал енді жолдары ол өте, шашымыз бар ғой, шаштың қылындай жіңішке. Ол жерге тас жиналса не болады? Уже өт қышқылы мүлдем өте алмай қалады. Адамда даже токсиндердің жиналуынан организм интоксикация болады, уыттың салдарынан. Даже летальный исход болуы мүмкін, Алла сақтасын. Сондықтан да максимально өт қабын сақтаңыздар, өтті алып тастауға тырыспаңыздар. Өт қазір кезде негізгі даже 1 сантиметрге дейін и локациясын көру керек. Мысалы, мен өзім консультация тасы барларды аламын, өзім қараймын. Егер бізде арнайы несі бар, параметрлер консервативный емдеуге болатын
Егер мүмкіндік болса, консервативно емдейміз. Ал егер мүмкіндік болмаса, мен өзім арнайы хирург дәрігерлерге жіберемін. Өт қабын сақтай отырып, тек тастарды ғана алып тастайды. Ең эффективный способы осылай қолданса да болады. Түсінікті ме? Вот. Енді жарайды, өт қабын алып тастадық сіз. Енді алып тастағаннан қалай күтім жасаймыз? Міндетті түрде 3 айдай, бастапқы 3 ай өт қабын алып тастағаннан кейін майлы тағам жемейміз. Мүлдем жемейміз майлы тағам. 3 айдан кейін ғана өсімдік майын қосамыз. Одан кейін 3 айдан кейін ғана малды майын қосамыз. Өт қабы жоқ деп майды мүлдем алып тастамаңыз. Мен бағана не дедім? Холецистекинин деген гормон өт қабынан, өт жолдарынан өттің бөлінуін белсендіретін гормон. Май түссе ғана ол белсенеді, активтенеді. Май тағам түспесе, ол гормон жұмыс жасамай қалады. Сондықтан да сіз өт қабын алып тастады, мен май жемеу керек деген нәрсе жоқ. Таңертең кішкентай ғана, хотя бы 1 чайный ложкадай май қоса беріңіз, жаймен. Көп болмайды. Егер сіз бірден көп майлы тағам жесеңіз, дәретке жүгіресіз, үлкен дәретке, иә? Өйткені сізде майды қорыталмайды. Ұйқы безінің функциясы қатты күші жетпейді. Возможно, сізде плюс хронический панкреатит бар шығар. Сондықтан да өт қабын алып тастаған адамдарға міндетті түрде липозим деген ферментті өздеріңіздің ем схемаларыңызға қосу керек боласыздар. Ал достар, енді осылайша мен сіздерге өттің функциясын, маңызын, яғни осылайша өт қабын алып тастауға дейін жеткізбеудің жолдарын айттым. Яғни сіздер ең бастапқы өт ауруының ең бірінші звеносы өттің толуы. Сол кезден бастап қолға алсаңыздар, сладж, одан кейін эхозвесь, одан холецистит, полип, тас сияқты өте күрделі аурулардан алдын аласыз. Яғни застой болғаннан бастап көмектесіңіз. Мынандай осложнение болмау үшін. Көресіз, қандай осложнениеға әкеледі? Бір ғана өтініш. Бұл өтті аялаңыздар, себебі өт сіздерде бірақ тақ орган, жұп орган емес. Оның орнын ешкім алмастыра алмайды, ешқандай орган алмастыра алмайды. Ал достар, сіздерге осы менің видеом пайдалы болды деген ойдамын. Бұл мен айтқан информациям сіздердің Google-дан таппайсыздар, интернеттен таппайсыздар. Даже поликлиника деңгейдегі сізден дәрігерлеріңіз айтпайды. Бұл мен айтқан информация интегративті медицина, болашақ медицинасы бойынша сіздер шетелден алып келген білімімді бөлісіп отырмын. Максимально бұл видеомды достарыңызға, чаттарыңызға таратыңыздар. Олар да білсін, өтім ауырады, май жемеу керек деген нәрсені ұмытсын олар да, маңыздылығын түсінсін. Ал достар, лайк қойып, комментария жазып кетіңіздер. Ол мені дальше мотивация береді. Мен де сіздерден көптеген комментария, жылы сөздеріңіз болса, мен осындай видео түсуге дайынмын. Аман, сау болыңыздар.